Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осы пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Пряниктеріміз өте жұмсақ болып шығады. Тіпті дүкеннің прянигі сияқты өте әдемі болып шығады. Рецептісін астына описание қалдырып кетемін. Ол үшін бізге сүт керек. Сүтпен мен сары майды ерітіп алдым. Ал енді оған осылай бал қосамыз, бір қасық. Және де курица қосамыз. Курицамен де бір қасықтай қосын, бір қасық. Жақсылап араластырамыз. Ал енді бөлек басқа ыдысымызға ұн саламыз. 3 қасық ұн қосамыз. Және де қантымызды қосамыз. Қантымызды қосып араластырамыз. Ал енді жаңағы ыстық сүтімізді қосамыз. Мен ысыттым. Ішінде курица, бал, сары май, сүт солар бар. Жақсылап араластырамыз енді. Одан соң осы мұздай суымызға қойып, жақсылап араластырамыз. Өйткені біздің қоспамыз ыстық. Мен примерно 5 минуттай қойдым. Ал енді бір жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ағы бізге пряниктің бетін әдемілеу үшін керек. Ол сарысын осы қоспамызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ал енді оған ұн қосамыз. Және де бір қасық разғытитель, яғни қопсытқыш. Және де сода қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы біраз ұн қосамыз енді. Тағы да араластырамыз осылай. Ал енді ұн қосып қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, сондықтан ұнды өте көп қоспаймыз. Қамырымыз дайын болды. Ал енді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Бізде қамыр дайын болды. Ал енді ол жабыспас үшін біраз ұн қосамыз да оқтаумен жаямыз. Өте қайтып жайдың керек жоқ, осылай жайсақ болады. Осылай жақсылап жайып, дөңгелек сәтпен осылай кесіп шығамыз бөліп. Осылай етеміз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы осындай болады. Примерно 1,5 сантиметрдей. Ал енді келесі қамырымызды осылай жаямыз. Дәл жаңағыдай жайып, осылай бұны да дөңгелетіп шығамыз. Бәрін осылай дөңгелетіп пісіріп аламыз. Біздің пряниктеріміз дайын болды. Мінекей осылай биік болып көтеріледі. Осылай піскен ағаш таяқшасы арқылы да білуге болады. Осылай жақсы піскен біздің пряниктеріміз. Ал енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бағанағы бір жұмыртқамыздың белок керек, яғни ақуыз. Оған қант қосамыз. Қантты аздап қосамыз, осылай миксерлеп отырып қосамыз. Қантымыздың бәрін бірдей қоспаймыз, тек жарты-жартыдан қосып отырамыз. Осылай әппақ болып ағарғанша миксерлейміз. Осылай дайын болды. Ал енді біз бұны пряниктеріміздің бетіне саламыз. Осылай жақсылап жағып шығамыз. Бәрін де осылай
жағып шығатын боламыз. Одан соң бұны кептіріп аламыз, яғни пешімізде кептіріп аламыз. Осылай әлі кеппеген, енді осыны кептіреміз. Осылай духовкада кептіріп аламыз. 80 градуспен 30 градуста кептіреміз. Біздің пряниктеріміз духовкада 3 сағат тұрды. Өте жұмсақ әрі әдемі болып шыққан. Неге қолмен осылай бөлген кезде де қолға жабыспайды. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, арнаға жазылып лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Және де каналға жазылған соң колокольчикті басып қойыңыз. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып көретін боласыз.